сәлеметсіздер ме, құрметті қазақша тару YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға апталық жорамалды ұсынамын. Яғни 30 қыркүйек пен 6 қазан аралығында сіздерді не күтеді, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болатын болса WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. WhatsApp номерді қайда кейбіреулер сұрап жатады. Ол видеоның астында үстап басып қарасаңыз, түсіп астына менің WhatsApp номерім бар. Сол жерден сол номерге жазып не қыласыздар, яғни сұрақтарыңызды айта аласыздар. Ал енді бастаймыз. Бізде бірінші жұлдыз белгі ол тоқты. Тоқты. Тоқты жұлдыз белгісінің жалпы картасы өте резкий карта. Неге? Неге олай айтамын? Себебі бұл аптада сізді тағдыр сынай ма, әлде жағдай сынай ма, тексере ма, Бұл енді сынағанда қалай? Қинап сынайды деп айта алмадым. Жоқ, просто андай болады ғой. Адамның қызығушылықтары болады да, сол нәрсеге қарай адамды тартады. Хотя ол нәрсені істемеу керек болатын болса, немесе кейін өзінің бір последствиясы, жағдай әсері тиюі мүмкін болатын болса да, адам өзін өзі ұстай алмай белгілі бір мәселені істеп қою, жасап қою, яғни дұрыс емес дүниелерді жасау. Мысалға, бір нәрсені бүлдіріп қою, немесе дұрыс емес қарым-қатынасқа түсу, немесе тыйым салынған нәрселерге ынтық болуға, яғни мысалға қымбат затты сатып алып қою, немесе ойламай бір затыңызды сатып жіберу, мысалға үйіңізді тұрасыз да сатып жібересіз, бірақ сіз әлі алатын үйді де қарастырған жоқсыз деген сияқты. Сондай сияқты бір мәселелер болуы мүмкін. Или болмаса дұрыс емес қарым-қатынас, дұрыс емес нәрселерге әуестік, мысалға бір нәрсе біреу бүйтіп істесең керемет ақша табасың деп соған кіріп кетіп, ондай нәрсе болмайды. Өйткені оның барлығы өтірік, яғни барлық бұл аптадағы нәрселердің барлығына қызықтырған сізді, сене беруге болмайды. Мысалы, бір адамдар сізді жұмысқа шақырып, кел, осындай табасың, ақша табасың, керемет, осындай боласың десе, ол нәрседе өтірік болуы мүмкін. Яғни кез келген нәрсе, кез келген сөз, жағдай, барлығы сіз ойлағандай болмауы мүмкін. Сіз тек қана оның бер жағын көріп тұруыңыз мүмкін, арғы жағы ол вообще басқаша болуы мүмкін, Сосын бұл жаңа айтып тұрмын ғой, дұрыс емес нәрселерге әуестік. Мысалға, есірткіге, шылым шегуге, араққа, сыраға, мысалға тәуелділіктер, сіз тіпті көп ішіп қойып, қатты ауырып қалуыңыз да мүмкін, сондай сияқты нәрселер болуы мүмкін. Или сіздің сондай нәрселерден пайдаланғаныңызды өзге адамдар біліп қалып, соның бір жағымсыз тұсы сізде байқалуы мүмкін. Солай. Енді Құдай сақтасын, бірақ енді сондай өз-өзіңізді ұстап жүргеніңіз дұрыс, сосын ешкімге сенбегеніңіз дұрыс. Сол кезде ғана тыныш қана өткізсеңіз аптаны, онда ешқандай ештеңе болмайды. Главное, ал енді тыныш емес жыбырлап өткізсеңіз, әрине бір нәрсеге ұрынып қалу қаупі бар. Келесі жұлдыз белгі біздегі торпақтар. Ойбай, бәрінде ылғи негізгі старший аркандар шығып жатыр ғой. Енді қараңыз, торпақ жұлдыз белгісіне туған жандар, сіздерді бұл да адамды былайша тексеретін, сынайтын, немесе бір сондай тартатын нәрселер, Былайша бұл картаны жаман деп айтуға келмейді, жақсы карта. Бірақ сізде бұл карта көбінесе таңдауды білдіреді, таңдау. Сіз екі жақты ойланып тұрсыз, сіз ортада тұрсыз, қазір екі жақты жол бар сізде. Сол жолдың қай жағымен қарай жүремін. Енді бұл апталық жорамал болғаннан кейін бір үлкен нәрседен кішкентай нәрсеге дейін болуы мүмкін. Сондықтан кейбір адамдар үлкен нәрсені күтпесін. Или болмаса кейбір адамдар бір болмашы нәрсе сияқты болып көрінген дүние, сөйтіп сіз шешім қабылдай саласыз, ал ол ертең үлкен өзінің әсерін тигізетін, последствиясы болатын нәрселердің болуы, бұл
бұл мына карта жаңа толықтыруларға шыққан сияқты картаға келеді, бірақ соның бір сыпайы түрі ма, соның бір шамалы жеңілдеу түрі ма, сондай. Бұл сіздің бұл енді қараңыз, бұл карта сіздің бұл аптада өзіңізді ғана ойлап қалуыңызды білдіреді. Яғни сіз екінші адамды, қасыңыздағы адамды, достарды, коллега, жақыныңызды немесе екінші жартыңызды ешқандай ойлап тұрған жоқсыз, тек қана өзіңізді ойлап тұрсыз. Сосын дұрыс емес қарым-қатынасқа әуестік болады сізде. Яғни жұмыстағы жаңағы роман, служебный роман сияқты нәрсе болуы мүмкін, или болмаса басқа біреулерге көзіңіз түсуі мүмкін. Яғни бұл жерде сіздің басқа біреуге жаңағы екінші жартыңызға көп шөп салу, көзіне шөп салу сияқты дүниелердің байқалуын білдіреді. Былайша енді бұл карта өте денсаулығыңыз да жақсы болады, жалпы жағдайыңыз да жақсы болады. Просто ескерту, если сіз бұл аптада белгілі бір дүниелерге қатысты шешім қабылдайтын болсаңыз, онда өмірде сіздің жасаған шешіміңізге, таңдаған таңдауыңызға кейін жауап беру керек болатынын есіңізден шығармаңыз. Кез келген адамның іс-әрекеті ол кез келген соңында бір белгілі бір нәрселерге алып келеді. Яғни сіз дұрыс жасасаңыз дұрыс болады, дұрыс емес жасасаңыз дұрыс емес болады. Сосын сіз жүрек пен мидың екі ортасында тұрасыз. Яғни миыңыз бір дүниені таңдайық дейді, жүрегіңіз екінші дүниені таңдайық дейді. Сол кезде сіз не істейсіз? Барасыз да жүрегіңіздің айтқанымен таңдау жасайсыз. Бірақ кейін мүмкін өкініп қалуыңыз мүмкін. Бірақ данный моментте сіз оның нәрсенің дұрыс бұрыс екенін ешқандай біліп тұрған жоқсыз. Келесі жұлдыз белгі біздегі егіздер. Негізі мына картада шыққысы келген, бірақ енді қараңыз, бұл жерде сізге как кеңес ретінде айтатын шығар, мына екінші карта шыққысы келген карта. Жалпы сізде айтады, тек қана өзіңізге сеніңіз, өзіңізді алып шығатын тек қана өзіңіз, ешқандай біреу сізге сырттан көмек келмейді. Тіпті көмек келген күннің өзінде де белгілі бір себеп салдар болады. Сол себеп салдарға дайын болсаңыз, пожалуйста, көмекті қабылдаңыз. Дайын болмасаңыз, желательно өзіңіздің күшіңізбен болған. Или сізге береді, біреу көмек бергісі келіп тұр, бірақ сіз оны қабылдамайсыз да өзіңізбен өзіңіз әрекет ететін боласыз. Енді көріп тұрсыз, жан-жақтан белгілі бір деңгейде сізге күш, қысым түсу мүмкін, бірақ сіз барынша қарсыласуға, барынша өзіңізді ұстауға тырысып жатырсыз, Әрине ол да жақсы. Біреудің көзіне түскіңіз келіп жүр ма, әлде белгілі бір орынға ие болғыңыз келіп жүр ма, белгілі бір қызметке сондай сияқты да болуы мүмкін. Негізінде карта жақсы, потому что себебі сіздің күшіңіздің значит барлығына жететін, сіздің қабілетіңіздің бар екен, сіздің күшіңіздің барлығына жететінін көрсетеді. Карта өте жақсы жағынан көрсетіп шығып тұр. Сол себепті ешқандай бір қиналмай қойсаңыз болады. Біреулердің жүрегін жаулап алуыңыз мүмкін, біреулердің сенімінен шығуыңыз мүмкін, біреулерге бір көргеннен ғашық болып қалу, және де өзіңізге жақсы көзқарас қалдырасыз, біреулер тіпті билікке ие болуы мүмкін. Айтып тұрмын, қызметтегі бір жоғарылау, немесе белгілі бір жауапкершілікке ие болу сияқты дүниелер болуы мүмкін егіздерде, солай. Келесі жұлдыз белгі Шаян. Шаян жұлдыз белгісіне туған жандар, сіздердің карталарыңыз өте жақсы. Бірақ енді соңғы кезде мен ойлаймын, сіздерде карталар қатты ойнап жатқан жоқ, мысалы жақсы карталар көбінесе әлсіз деңгейде өтіп жатыр. Себебі сіздің нақты өзіңізге қажетті дүниенің әлі болмай жатқаны, қажетті дүниеге қол жеткізе алмай тұрғаныңызды көрсетеді. Бер жағынан тек шамалы күліп ойнап жүрген шығарсыз, білдірмейді мүмкін, бірақ негізінде ішіңізде белгілі бір ой бар, басыңызда белгілі бір ой бар, уайым бар. Сол нәрсені шеше алмай тұрсыздар деп ойлаймын мен өзім.
енді қараңыз, жалпы бұл карта жақсы, иә, бұл карта ақшаның болуын білдіреді, бірақ сізде данный моменттерде, білмеймін енді бұл қаяқтан шығып тұрған ақша екен, бірақ сіздерде өйткені данный моментте шамалы ақша жағынан кризисный жағдайда жүрсіздер. Өзім солай ойлаймын, енді чувствовать етемін да. И сосын былайынша жаман емес, ал кейбіреулеріңізде енді ақша бары шаян жұлдыз белгісі болса, әрине өте жақсы. Негізінде айтады, бұл картада ақшаның бар болуы, барлығына жағдайыңыздың жетуін білдіреді, или осы аптада белгілі бір деңгейде көтерілу, жақсылықтардың болуы, белгілі бір деңгейде ақшаның табуы болуы мүмкін, но сіз ақшаңыз болған күннің өзінде де оны қысып қалып тұрсыз, иә, яғни келесі бір дүниеге алып қалып отырсыз, кейінгі дүниені ойлап отырсыз. Әрине ол жағдай жақсы, бірақ енді қатты қыса беруге де болмайды, себебі сіз керекті деңгейде өзіңізге керекті ақшаны таба аласыз, және қазір жұмсасаңыз, кейін ол алдыңыздан басқа жағынан шығатын болады, ақша табылатын болады басқа шаруаларыңызға. Сондықтан қорқа берудің қажеті жоқ. Денсаулық жағдайыңыз да жақсы болады, қарым-қатынас та жақсы, бірақ сізде екі таңдау болуы мүмкін, иә, мүмкін кейбір жандарда махаббат пен сезім мен жаңағы ақшаның ортасында таңдау болатын болса, сіз бұл аптада тек қана көбінесе ақшасы жақсы жерге қарай кетесіз, иә, ақшасы жақсы көп адамға, ақшасы жақсы көп жұмысқа кетуді білдіреді. Мысалға, кейбіреулер болады, жұмысын, өзінің істеп жүрген жұмысында жүрсем бе екен, әлде басқа мына бір жұмыс шығып тұрады да, сол жұмысқа ауыссам ба екен деген сияқты, иә. Сіз сол кезде ақшасы көптеу жұмысқа ауысып кетесіз. Қанша жерден үйреніскен жұмысыңыз болса да, сіз ол жұмыста ақшасы аздау болса, ол жұмыстан кетіп қаласыз. Вот сондай сияқты таңдау болуы мүмкін сізде. Но жалпы негізінде қарағанда карта жетістікті білдіреді. Сіздің белгілі бір деңгейде өзіңіздің жинаған абыройыңыз бар, белгілі бір деңгейде ақшаңыз бар, ешқандай қорқудың қажеті жоқ, сасудың қажеті жоқ. Так что дерзайте, алға қарай жылжыңыз, болды. Барлығын жоспарла. Біреулер жұмысқа тұруы мүмкін, иә. Әумендік қойыңыз жұмысқа тұру болатын, немесе біреулер өзіне керекті ойындағыдай адамды кездестіреді. Келесі жұлдыз белгі біздегі арыстан. Арыстан жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің карталарыңыз өте күшті. Неге өте күшті деймін? Себебі несібелі карта, яғни сіз бұл аптада белгілі бір деңгейде бақытты боласыз, несібелі боласыз, табысты боласыз, бір жеріңіз ауырса жазылады, жақсарады, ана болу мүмкіндігі бар, немесе жақсылықтар болады, немесе біреу сізді қуантады. Былайынша бұл карта материалдық құндылықтарды ғана ойлауды білдіреді көп жағдайда. Яғни сіз ойыңызда белгілі бір мақсат бар. Мысалға, біреулерде машина алу бар, машина алам деп қанша жұмыс жасап жатыр, яғни мақсаты машина алу. Сол сияқты сізде әрекет етудесіз, өте жақсы әрекет етесіз, жақсы табыс болады, жақсы дүниелерге қол жеткізесіз, или сізге ақша түседі, или сондай сияқты бір дүниелер болады, біреулеріңізге айлық түсуі мүмкін. Енді әркімде әртүрлі ғой. Бұл деген апталық жорамал, сондықтан да кейбір деңгейдегі заттар өте жеңіл түрде білінер білінбес дүниеде өтуі мүмкін. Біреулеріңізге кәдімгідей масштабный болуы мүмкін, біреулеріңізге крупный ақша түседі, біреулеріңізге просто айлық түседі деген сияқты жағдайлар болады. Бірақ қай жағынан қараса да сауығып кету, жағдайыңыздың дұрысталуы, оңалуы, яғни бұл аптада жақсы болады. Бұл аптада ойлаған дүниеңіздің барлығын уайымдамай кірісіп істесеңіз болады, себебі өте қайырлы, өте тиімді, өте жақсы болатын карта. Сондықтан да сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Махаббатқа байланысты ойлайтын болсаңыз да, махаббат жағы да жақсы болады. Взаимная любовь, яғни сіз жақсы көріп тұрған адам сізді жақсы көреді. Жұмысыңызда да жақсы болады, бірақ ақшаны экономдап жұмсай алған күнде ғана барлығына ақшаңызды жеткізе аласыз. Жоқ, шашып жіберсеңіз, онда қиындау болып кетуі мүмкін. Бұрынғы істеген еңбектеріңіздің марапатын алу, мақтау мүмкін сізді, немесе әр істеген жұмысыңыз бұл аптадағы өте бір жемісті, нәтижелі, сізді қуантатындай болады. Уақытыңызды бостан бос жібермейсіз бұл аптада. Солай. Келесі жұлдыз белгі бикештер.
бекеш жұлдыз белгісінде мынау шықты, бірақ мынау құлап қалды, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сондықтан ашуға енді аша салайын. Енді қараңыз, жалпы сіздерге не айтқысы келіп тұр? Жалпы бұл аптада сіздерде бір ондай қатты өзгеріс жоқ. Сіз или бір жерден хабар күтіп отырсыз, или белгілі бір жаңалықтарды естисіз, сондай болуы мүмкін. Және хабарландыру ма, ол көріп қаласыз. Кез келген бірақ ақпаратты ой елегінен өткізіңіз, сосын не қылыңыз, дұрыстап мұқият мән беріп қараңыз. Себебі сіз кейбір мәліметтерге мысалы мән бермей ұмытып кетуіңіз мүмкін. Жоқ, ондай болмайды. Кез келген ақпарат өте маңызды болуы мүмкін. Енді қараңыз, белгілі бір деңгейде сіздің ситуацияңыз бір тынышталмай тұр, яғни көңіл күйіңіз жоқ болып тұр. Шамалы бір жерлеріңіз ауыруы мүмкін, денсаулығыңызды сыр беруі мүмкін. Көрдіңіз, оны жатыр бала, или біреуге қамқорлық көрсетесіз, или болмаса сізге біреу қамқорлық көрсетіп, шамалы ауырып қалып, сондай жағдай болуы мүмкін. Кейбір адамдарда, барлықтарыңызда емес, кейбір жандарда. Сосын или болмаса белгілі бір ісіңізде шамалы тоқтаулар болады, ол денсаулық жағдайына байланысты деген сияқты, Сосын сіздерге айтатыным, мұқият болыңыз. Яғни сіздің дүниеңізге көз соғып отқан адамдар бар, сізді көре алмайтын адамдар бар жан жағыңызда. Сол адамдар тіпті осы аптада көбейеді. Сондай адамдар сізді тіпті қаптауы мүмкін, жан жағыңыздан. Көріп тұрсыз ғой, солай интрига, сыртыңыздан әңгіме айтып, сыртыңыздан біреу сіз жамандап, немесе шамалы жолыңызға кедергі келтіргісі келетіндер болуы мүмкін, Қарым-қатынастарда шынайы емес қарым-қатынас, ол ұжымдастарыңызбен қарым-қатынас болсын, ол екінші жартыңызбен қарым-қатынас болсын, яғни белгілі бір мәселелер ашылмай, шамалы ұрсып қалып тұрасыздар ма, сондай бір мәселе бар. Шамалы келіспеушіліктер, ұрсып қалу, сөзге келіп қалу деген сияқты болуы мүмкін. Алаяқтардан сақ болыңыз, және де сізді біреулер ережесіз басып озғысы келеді, яғни ережеге бағынбай сіздің қызметіңізді тартып алғысы келе ма, сондай сияқты орныңызға отырғысы келе ма, сондай сияқты болуы мүмкін. Сосын егер басыңызға белгілі бір деңгейдегі проблемалар түсіп жатса, соны мәселені бірден шешіп тастауға тырысыңыз, потому что кейін ол нәрсе одан сайын асқынып кетеді. Және денсаулыққа да байланысты. Егер бір жеріңіз сәл уже ауырып, бір өзіңіз бірін жайсыздықты сезініп жатсаңыз, сразу көрініп ем алу керек. Енді мына картамен не айтамын? Бұл карта әлі бір жағдайды күтіп отырсыз, жаңалықты күтіп отырсыз. Но бұл аптада ол мәселеңіз сіздің шешілмейді. Просто тек күтумен, белгілі бір ақпараттарды естумен ғана өтеді. Айтып тұрмын, көріп тұрсыз ғой, адам алысқа бір қарап отыр. Значит, сіз бір нәрсені хабар күтіп отырсыз, или бір нәрсе болғанын бола ма деген сияқты ойда отырсыз. Келесі жұлдыз белгі таразы. Таразы жұлдыз белгісіндегі жандар сіздерді бір мәселе, бір жағдай бұл аптада мазалайды. Уайым, бұл карта тікелей уайымды білдіреді. Яғни сіз іштей тұйықталып қалып тұрсыз. Бұл аптада іштей тұйықталып, ешкіммен ештеңе бөліскіңіз келмей, яғни артық ақпарат айтқыңыз келмей, сондай бір өз-өзіңізбен замкнутый болып жүресіз. Әрине ол бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес. Енді дұрыс жағы қалай? Яғни сіз өзіңізбен өзіңіз болып белгілі бір ойларыңызды талдаудан өткізесіз, ойланасыз. Ал енді дұрыс емес жағы, адам кейде қатты депрессияға түсіп кетуі мүмкін, и ол уже әрине дұрыс емес болып есептеледі. Негізінде картада айтатыным, өзіңізді былай дамытуға, мысалы біреулер йогамен айналысқысы келуі мүмкін, или болмаса біреулер сондай медитациямен айналысқысы келуі мүмкін. Сондай үшін бұл карта негізі жақсы. Сосын бұл картада айтатыным, денсаулығыңыз сыр беруі мүмкін. Сосын бір қатты қобалжып, уайымдап, немесе ашуланып, денсаулығыңызға әсерін тигізіп алмаңыз. Сосын не? Жалпы жағдайыңызда тұрақтылық бар, просто бір сіз ойда жүресіз, бірақ ештеңе бұл аптада өзгеріс болмайды, просто барлығы сіздің миыңыздағы ойлар мен уайымдар. Оған бола басыңызды қатыра бермеңіз. Қорқыныштар да барлығы сіздің миыңызда, яғни шынайы нәрсе болып жатқан жоқ болуы да мүмкін, немесе сіздің ойлағаныңыздай емес болуы да мүмкін жағдай. Өз-өзіңізді іздеумен, белгілі бір немен айналсам, не қылам деген сияқты ойда жүретін адамдар болуы мүмкін, немесе бір нәрселерді бастағысы келіп жүретін. Әрине енді қорықпастан бастап кету керек, егер сондай нәрсе болатын болса.
өз өзіңізді іздеу және эгоист болу. Яғни бұл аптада көбінесе өзіңіздің ғана басыңызды ойлап жүресіз. Сосын сізде таңдау тұруы мүмкін. Өткен екілік карталардың барлығы міндетті түрде таңдауды білдіреді. Екі ойлылықты, таңдауды ақпен қараның ортасында тұрсыз ба, сондай бір жағдай болады бұл аптада. Келесі жұлдыз белгі біздегі сары шаян. Негізінде шаршаянның картасын мен жаман деп айта алмаймын, бірақ прям андай идеальный емес, мысалға адамның қабілеті. Мысалы сізде қабілет бар, сізде мүмкіндік бар, сізде бір жағынан қорғаныш реакциясы бар, өте мықты қорғаныш реакциясы болады бұл аптада. Бұл карта көбінесе адамның белгілі бір кедергілерге қарсы төтеп беруін білдіреді. Яғни сіз бұл бұрыннан келе жатқан кедергі болуы мүмкін, яғни алдыңғы аптадан, сол нәрселерге сіз әлі қарсылық көрсетіп жатырсыз, сіз күресіп жатырсыз, бірақ енді әлі жеңген жоқсыз, проблеманы шешкен жоқсыз. Бұл аптада да ол шешіледі деп мен айта алмаймын. Тек қарсылықпен, дәлелдеумен, жүгіріспен өткізесіз. Негізінде картада белсенділікті білдіреді, сенімдісіз, белсендісіз, характер көрсету керек, жігерлік көрсету керек, үзілді-кесілді шешім қабылдаудан ешқандай да қорықпаңыз. Ситуацияны өзгертуден қорықпаңыз, және ситуацияны өзіңіздің қолыңызға алғаныңыз дұрыс. Еңбек көп, жұмыста жүресіз, жүгірісте жүресіз, бос уақытыңыз болмайды тіпті да. Сосын белгілі бір орын үшін, белгілі бір жағдай үшін күрес болуы мүмкін, өз-өзіңіздікін дәлелдеу деген сияқты. Және нақты нәрселеріңізді қорғау, өзіңіздің отбасыңызды қорғау, проекті, жобаңызды қорғау, пікіріңізді қорғау, яғни сіз өзіңіздікін айтып дәлелдегіңіз келеді. Сосын босаңсуға болмайды бұл аптада, мүлдем. Сізді тіпті босаңсытпайды, жұмыс көп болады, жан-жақтан жұмыс көп болуы мүмкін. Үйден де шаруа бітпей жатыр, жұмыста да шаруа бітпей жатыр, яғни жан-жақтан сізді қысуы мүмкін. Сосын айтатыным, қорықпау керек, қорықпау керек. Сосын бір орынға бір қызметке талас болуы да мүмкін. Сондай бір жағдайда жүресіз. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол мергендер. Ойбай. Мерген жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің апталарыңыз сәл қолайсыз, сәл қолайсыз. Сосын қараңыздар, егер мен карта шығарып, сәл жағымсыз карта шығып жатса, и сонымен тек описать етіп беремін, сіздерге примерно қандай болуы мүмкін апталарыңыз деп, сол кезде не надо маған жаман пікір жазуға керек жоқ, потому что оны мен өзім көріп тұрмын, шығарып отқан жоқпын біріншіден, екіншіден, ол сенбейсіз ба, пожалуйста, көрмей ақ қойыңыз. Ал көрдіңіз ба, онда үндемей тек отыра беріңіз, болды, көріңіз, отыра беріңіз. Ұнамай ма, көрмеңіз деген сияқты ғой. Жалпы енді именно сіздерге қатысты емес, жалпы сондай адамдар болса. Енді қараңыз. Жалпы бұл карта сізге ескерту ретінде шығып тұр, ескерту ретінде қабылдасаңыз болады. Бір нәрсе сіздің ішіңізде андай бір қорқынышты бір нәрсені сезесіз, қорқасыз, уайымыңыз бар. Бұл аптада бір нәрсені уайымдап шамалы қысыммен өтуі мүмкін. Апта жан-жақтан сізді қысуы мүмкін, талауы мүмкін. Біреулер есеп сұрайды, отчет сұрайды, біреулер жаңағыдай бір нәрседен сұрақтың астына алады сізді, біреулер сондай бір сыртыңыздан әңгіме айтып, сіздің жолыңызды байлағысы келіп, немесе сіздің жаңағы орныңызды тартып алғысы келіп, сізді қызғанып, сондай сияқты болуы да мүмкін. Әңгімелер өте көп болады айналаңызда, потому что мына картада көріп тұрсыздар, қарғалар жан-жағына ұшып адамды не істеп жатыр, яғни адамды ашуландырып не қылып жатыр. Сондықтан да сондай адамдардың кесірінен шамалы көңіл күйіңіз өзгеруі мүмкін бұл аптада, жайсыз сезінуіңіз мүмкін, бірақ оны қатты уайымдай бермеңіз, қатты жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз, себебі оның барлығы сіздің денсаулығыңызға әсер етеді, түсіндіңіз ба? Сосын бір нәрселерде уайым бар сізде, уайымдау, конфликт, сол уайым, ашуланудың кесірінен адамдармен сөз таластырып, бір ымыраға келе алмай ұрысып жүруіңіз мүмкін. Бұл аптада үнемі ұрысу, раздражать етіп
кез келген нәрсе сіздің ашуыңызға тиіп жүреді да. Сосын қобалжып жүресіз, как будто бір иненің үстімен жүргендей болып жүресіз. Не жағдайдың орын алып жатқан тіпті миыңызға кіріп шықпайтындай болып, миыңыз ашып, сөйтіп паниковать етіп, сөйтіп жүруіңіз мүмкін. Бірақ енді оның барлығы кейбір адамдарда өзін тек қана миында шамалы қобалжымай, шамалы ашуланбай, өзіңізді сабырлы күйде сақтап ұстап, өзіңізді бір неге келтіріп, тыныштыққа келтіруге тырысыңыз, егер сондай жағдайлар болып жатса. Себебі үйдің де шаруасын шешу керек болады, жұмыстың да шаруасын шешу керек болады да. Сіз қай жағыңызға жарылатыныңызды білмей, қай жаққа қарай баратыныңызды білмей, уже жарылуға келуіңіз мүмкін. Енді бұл апталық жорамал ғой, хотя бы оған да шүкір. Сондықтан да бір апта шыдаңыз, тыныш қана, уайымдамай шыдаңыз. Келесі жұлдыз белгі біздегі тау ешкі. Тау ешкі. Опыны. Тау ешкі жұлдыз белгісінде туылған жандар, енді сіздердің, мен сіздердің кешегі апталарыңызды бір ондай бір жаман өтті деп айта алмаймын, вроде нормально, но ол тек просто уже кейбір адамдар, мысалы менің жорамалымды, мысалы менің өзім жорамалым картамды көремін да, примерно осындай өз-өзімді осылай сақтап, яғни нервымды ұстап жүруім керек екен, қатты ашуланбау керек екен деп шамалы өзіме кеңес ретінде аламын, қабылдаймын карталарды, қолайсыз карталарды. Сондықтан барынша тыныш өтуге тырыстырамын. Ал енді экстренный случайлар болып қалмаса да, ал енді мына картада да енді айтады, шамалы ашуланып жүресіз, қобалжып жүресіз, уайымдап жүресіз бір нәрсені, жан жағыңызбен конфликтке түсуге бейім боласыз, яғни адамдармен ұрысып, адамдардың сөзін көтере алмай, ешкімнің критикасын, сөзін, ештеңесін көтере алмай, сондай бір серьезный болып жүресіз. Жалпы тау ешкі жұлдыз белгісіндегі жандар, ол ешқашан біреудің мнениесін, біреудің айтқан сізді критиковать еткен сынын көтере алмайсыздар. Вот сіздердің табиғаттарыңыз сондай. Сіздердің миларыңызда өздеріңіз идеальныйсыздар, өздеріңіздің нақты не керек екенін білесіз өзіңізге, и сол тактикамен жүресіз, үнемі тактикамен қимыл жасайсыз, сондай ойланып. Әрине ол дұрыс. Бұл аптада сізде сондай бір жағдай болады, немесе біреуге қатысты сіз үкім шығарасыз, яғни оны адамды сіз өміріңнен бар қыласыз, жоқ қыласыз, және ойланып жүрсіз соған қатысты. Сізді ешкім анау-мынау адам жеңе алмайды бұл аптада. Тек қана біз ойнап, алдап, сөйтіп ыңғайына келтірмесе, былайша сіз анау-мынау адамға бағынайын деп тұрған жоқсыз, тыңдайын деп тұрған жоқсыз, ол адамның тура айтқанда жанын шығарайын деп тұрсыз ғой. Солай. Енді мына картада айтатыным, денсаулығыңызға мән беріңіз, денсаулығыңыз сәл сыр беруі мүмкін, или болмаса жолыңызда белгілі бір әйел адам бар, сол әйел адам білмеймін, ізіңізге түсіп алып тұр ма, сол адаммен шамалы конфликт бола ма, түсінбестіктер, сол адамнан шамалы алыс жүруіңіз керек, егер сіз болмасаңыз бұл картадағы. Және ол адам өте нашар адам, ол адам аяушылықты білмейтін, ол адам бір жақсылық жасауды білмейтін адам, сондықтан ол адаммен шамалы алыста болғаныңыз дұрыс. Сосын бір әйел адаммен ұрсып қалуыңыз мүмкін. Ол сізді мүмкін әйеліңіз да, кейде әйеліңізбен шамалы конфликтке түсіп қалу. Агрессия, өте агрессия. Және де айтатыным, бұл картада андай салқындық болады, сізде салқындық болады, күтпеген жерден бір өзгерістер болуы мүмкін, және ол өзгерістер сізге ұнамауы мүмкін, ақшаның кешігуі болуы мүмкін, ақшадан сәл қысылуыңыз болуы мүмкін, жеткізе алмай ма, или болмаса, және денсаулығыңызда да резко өзгерістер болуы мүмкін. Конфликтке түспеуге тырысыңыз, барынша алдап адамды шешуге тырысыңыз мәселені, ойнап күліп, біреуге сосын ақша қарызға беруге болмайды, қарызға алуға болмайды, сондай уақыт, қолайсыз уақыт, бір үлкен істерді бастауға болмайды. Бұл аптада да тіпті кішкентай уақыт болса да, сосын бір нәрселерді асығыс шешім қабылдап істеуге болмайды. Келесі жұлдыз белгі біздегі су құйғыш. Су құйғыш жұлдыз белгісіндегі жандар, негізінде карталарыңыз өте
өте деп айтуға келмейді. Енді бір адамның силуэті ғой, бұл адамды білдіреді. Бұл сіз, болмаса өзге бір адам. Сіз или болмаса бұл аптада шамалы ашуланып, шамалы бір қысымда жүруіңіз мүмкін. Не қалайтыныңызды білмей, айналаңызда не болып кеткенін білмей, шаршап, ашуланып, ештеңені қабылдағыңыз келмей жүруі мүмкін. Біреулердің айтқан пікірлерімен келіспей, или болмаса сондай бір адам бар қасыңызда, сол адам сіздің айтқаныңызбен келіспейді. Ол мүмкін сіздің күйеуіңіз, мүмкін сіздің досыңыз, танысыңыз, бастығыңыз, сізді ашуландырып тұр. Сіздің айтқаныңызбен жүргісі келмейді, жүрмейді, бірақ сіз барынша жүргенін қалап тұрсыз. Бұл карта тағы да айтатыным, таныстық болып жатса бір еркекпен, ол еркекпен желательно қатты араласуға болмайды. Ол өте қолайсыз еркек болады. Ертең болашақта сіздерде түсініспестіктер көп болады. Тағы да айтатыным, бұл жерде агрессия, ақшалардың кеш түсуі, ақшаның болмай қалуы, күтпеген жерден қолайсыз жаңалықтардың болуы, резко өзгерістердің болуы. Енді мына картаға ұқсайды бұл картада, бірақ бұл еркекпен қатысты. Сізге қолайсыздық туындыратын или ер адам, или болмаса сіз өзіңізбен өзіңіз адамдардың барлығымен осы төбелесіп жүресіз. Сосын үнемі қозғалыста боласыз бұл аптада. Қозғалыс бір жерден екінші жерге, бір қаладан екінші қалаға болуы да мүмкін. Бір орыннан екінші орынға болуы мүмкін. Потому что жылқы түсіп тұр, Значит, сіз үнемі қозғалыста, жүрісте, жүгірісте боласыз. Сол нәрсе сізді ашуландырады, бірақ или болмаса алған табысыңызға, тапқан табысыңызға қанағаттанбай тұрсыз ба? Білмеймін, енді бір нәрсе дұрыс емес. Денсаулығыңызға мән беріңіз. Ақша жағынан сәл қысылулар болуы мүмкін, денсаулық жағынан да шамалы мәселелер туындауы мүмкін. Сондықтан өзіңізді барынша сабырлы күйде ұстауға тырысып отырғаныңыз дұрыс. Келесі біздегі карта, келесі біздегі жұлдыз белгі, ол балықтар әрине. Балық жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің негізінде карталарыңыз жақсы, бір нәрсеге назарыңыз түсіп тұр, бір нәрсемен айналысасыз, және ол мүмкін сіздің айналысып жатқан дүниеңіз кейін болашақта сізге мүмкін табыс алып келер, өйткені ақшаның карта, ақша тұр, табыс алып келуі мүмкін, бірақ данный моментте или болмаса ондай әкеліп тұрған жоқ, или болмаса сіз итакты жеткілікті деңгейде жағдайда өткізесіз аптаны, ақшаңыз да бар, керекті дүниеңізге ақша жетеді, или бір нәрселерге ақша шығып кетуі мүмкін. Сондай. Сосын адамның шығармашылықпен айналысқанын білдіреді, бір ғылыммен айналысуыңыз мүмкін, или болмаса уақыт бір жазып отыр ғой, көріп тұрсыз ба, значит, бір нәрсеге назарыңыз түседі. Сосын бұл картада есеппен жүру. Барлығын есеппен жүресіз, экономдайсыз, или ақшаңызды да. Солай, басқарушылық қасиеттеріңіз арта бастайды. Өте мұқият боласыз, мұқият сөйлеп, мұқият әрекет ететін боласыз. Және денсаулығыңыз жақсы болады. Барынша өзіңізді сабырлы күйде ұстайсыз, және самостоятельный боласыз, ешкім сізге көмектеспейді, тек қана өзіңізбен өзіңіз әрекет етесіз. Кездесулер болуы мүмкін сізде біреулермен, и шыдамдылық таныту керек сізге, барынша шыдамдылық таныту керек, және тыныш өткізесіз. Сосын практичны, барлығын реально ойлап талдай аласыз. Өте жақсы карта. Жұмыстың картасы, және де табыстың картасы, жұмыстың картасы, үйге де, жұмысқа да, махаббатқа да бәріне үлгересіз. Осылай. Міне осындай сіздердің енді апталық жорамалдарыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жеке сұрақтарыңыз болса WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.